Алтын Смағұл қызы Абылова 1940 жылы 6 ақпанда Қостанай облысы Амангелді ауданы Шөптікөл ауылында дүниеге келген. 1958 жылы Иманов атындағы орта мектепті, 1960-1964 жылдарда Жамбыл қаласындағы мәдени ағарту училищесін, 1972 жылы Гурьев мемлекеттік педагогикалық институтын биология мамандығы бойынша бітіріп шықты. Сон 7 жасымда мынау Иман совхозынан 10 класты бітіріп, сол совхозда клубта жұмыс істедім. Завклуб болып. Завклуб болып 10 класста 2 жыл жұмыс істедім. Соның ішінде сол жұмыс істеп жүргенде көркемөнерпаздар үйірмелеріне жастарды, ауыл жастарын тартып, сонда Қозы Өрпеш Баян Сұлу және тағы басқа қорлар ұйымдастырып, концерт ұйымдастырып жұмыс істедім. Сонан Амангелді қаласына, Амангелді районына шақырды мені. Онда шақырған себебі Ақансары Ақтоқтының рөлінде ойнайсың Ақтоқтыда деп, сол Ақтоқтының рөлін ойнауға шақырғаннан кейін, апамның рұқсаты менен сол жаққа дайындыққа қатынасып, апарып келіп, дайындыққа қатынасып жүрдік. Оған бір машина шығарды. Сол таңертең барады, кешке келеміз, сөйтіп 1:07 дайындалып, Ақансары Ақтоқты пьесасында ойнап, сол пьесаны Иманов совхозына қоюға ұйғарды. Мінекей сол Иманов совхозында Ақансары Ақтоқтыны қойып, жақсы деп, одан районға қойдық. Басқа да совхоздарға нелерге қойып, сонан былай деп айтты енді, мынау Амангелді районы менен Жангелді районы екеуі не біз халық театрға тағын беруге дайындаймыз. Қайсысы жақсы орындайды, соған береміз деп. Олар Абай пьесасын дайындады, ал біз Ақансары Ақтоқтыны дайындадық. Сөйтіп жаңағы пьесаға дайындалып қойдық, Қостанай облысына барып қойдық. Сонан біз озып шықтық. Бірінші орынды Амангелді районына беріп, Ақансары Ақтоқтыны арғарай қоюға Алматыға жіберді. Солан Алматыға барып, Түйізге барып қойдық. Сондағы Сегі Қожамқұлов деген шал бар екен баяғы. Қозы Өрпеш Баян Сұлуда ойнайтын. Сол шал бар, ол кісі бізге көмектесіп, сол андағы театрдан көйлек алып беріп, көйлек кигізіп. Сонан сол жерде Ақансары Ақтоқтыны қойып, сонан Амангелді районына халық театры атағын берді. Клуб меңгерушісі болып істеп жүргенде, көркем өнерпаздар үйірмесін ашып, Қозы Өрпеш Баян Сұлу пьесасында Баян рөлін және Көктем желі пьесасында дәмелі рөлін ойнап, халықтың ыстық ықыласына бөленген. Алтын Абылова 1957 жылы Алматы қаласында өткен қазақ жастарының бірінші фестиваліне қатысып, лауреат атанып, 2 дәрежелі дипломмен марапатталады. Өнер десе ішкен асын жерге қоятын ауыл жастарынан хор, ән, би ұйымдастырып көзге түскен. Бұл 1963 жыл болатын.
Сол 1960 жыл халық театры атағын алып, Амангелдіде сол кезде жұмыс істедім. Онда енді неге жұмыс істеп жүрген жерден мен оқуға түсіп кеттім. Жамбыл қаласына бардым. Сол Жамбылда маған без экзамен тапсырмайсың, ешқандай барып оқуға түсесің деп, маған қағаз извещение берді. Сол бойынша барып Жамбыл қаласында оқуға түсіп, мінекей 4 жыл оқып, просветление училищені бітірдім. Сол Жамбылда жүргенде де көркемөнер үйірмелеріне қатысып, мынау оңтүстік 5 облыс край болғанда Шымкентке барып концерт қойып, онда да кайске қатысып, үнді биін билеп диплом алдым, 1-ші дәрежелі. Сол Жамбылдан бітіргеннен кейін тұрмыс жайында неге мынау Атырауға тұрмысқа шығып, сол жаққа жұмысқа орналастым, оқуды бітіріп. Онда Атырау қаласында Жангелді мектебі, Балшинский районы дейді, сол үлкен мектеп бар екен. Онда 2 мектеп, Ломоносов және Жангелді мектебі. Жангелді мектебіне ол қазақ мектебі. Сол мектепке мұғалім болып орналастым. Музыкадан сабақ бердім. Пионер вожатый болдым. Онда жақсы үздік жұмыс істеп, онда да диплом алып, Россияның Астрахань қаласына делегат болып барып, онда да үнді биін билеп, онан да 1-ші дәрежелі диплом алдым. Өнерлі де көрікті қызды 1960 жылы Амангелді аудандық театрына халық театры атағын алу мақсатында Ақан сері Ақтоқты пьесасына Ақтоқтының рөлін ойнауға шақырады. Ол өзіне жүктелген басты рөлді жақсы ойнап, көрермендердің ыстық ілтифатына бөленеді. Сол жылы осы пьесаны Қостанай, Алматы қалаларына барып қойып, пьеса жақсы бағаланып, жеңімпаз болып, театр ұжымы халық театры атағына ие болады. Осы жылы Алтын апамыз Иманов ауылының Доғалы сайлау округінің депутаты болып сайланады. Алтын Абылова 1960-1964 жылдарда Жамбыл қаласындағы Мұхтар Әуезов атындағы мәдени ағарту училищесінде оқып жүргенде әншілік қабілетімен көзге түседі. Аталмыш училищедегі көркем өнерпаздар үйірмесінің белді мүшесі болады. Түрлі іс-шарасы ұйымдастырылатын. Сол мәдени іс-шаралар алтынсыз өтпейтін. Ол шырқаған Латиф Хамидидің қазақ вальсі кешке келгендердің құлағының құршетін қандыратын. Зал лық толып, қараторы, талдырмаш, қызыл қамқадан қамзол киген қыздың әнін сүйсіне тыңдау үшін зал іші жастарға лық толатын. Залдан бәрекелді, керемет деген дауыстар мен қол шапалақтаулар толастамаған соң 2-3 ән орындап беретін. Көркем өнерпаздар үйірмесі дейді. Біз сол көркем өнерпаздар үйірмесіне бізді райком жегіп қосатын. Сонда барасыңдар, ештеңені білмейміз, жұмыс дегенді істейсіңдер, сосын халыққа қызмет етесіңдер деп. Сол жұмыстан кейін сразу жаңағы үйірмеге барып, концерт қоятынға ән күй айтып, домбыра тартып дегендей дайындаламыз. Спектакльге оған тағы да солай сөйтіп жастар халыққа сол жердегі өнерлерін көрсететін. Сонда жүргенде мен Алтын Абылова деген
қызбенен кездестім. Өйткені о кезде жастар көп, бәрін бірдей біле бермейсің ғой. Бірақ алтын ерекше көзге түсетін, өзінің өнеріменен, өзінің тұрған бойындағы әдемі қасиеттеріменен Құдайдың берген. Сол алтынменен танысып, бұл 58-ші жылдар болатын. Содан біз дос болып, қатар жүріп, дегенде концертті бірге қойып, сөйтіп араласып кеттік. Енді сол кезде менің білетінім алтын керемет әнші болатын. Су тасушы қыз деген өлеңді ол сияқты бір адам айта алмайды әлі күнге дейін. Ол деген сол өлеңменен керемет мынау байқаулардың бәрінде бірінші орын алатын. Облыстық байқау болсын, республикалық байқауларға бардық бірге, бәріміз қатар жүрдік. Концерт қоюға барамыз ауылдарға. Сол ауылдарға концерт қоюға барғанда жаңағы қыстың күндері атшанаменен жүреміз тоңып жаурап. Жаздың күндері сол қандай реті келеді жаңағындай бортовой машинаменен жүреміз. Сол енді жол жүргенде жас кезіңде, тем более қыз балаға соның бәрі оңай емес. Бірақ дегенменен де біз неге екенін білмейміз, сол кездегі тәрбие солай болды ма? Біз өмірде ренжімейтінбіз, шаршадық, шалдықтық, бармаймыз қойшы деп айтуды білмейтінбіз. Кеше біз Айсұлу апайымыз, ол кісі сол анамен бірге сол жылдар көркем өнерпаздарға қатысып, театрларда ойнаған кісі, қазірде бар, естіп отқан шығар, қонақ болып. Кеше біз сол кісіден сұхбат алдық. Соның айтуында қазақтың бір халық әні бар ғой. Таңертең мен бір сұлу қыз суға келеді деп, су іздеген қыз ба, соны алтыннан артық айтатын адам жоқ дейді. Оған сол мен есіме түсіп отыр. Осы әнді маған үйреткен анам. Сол кезде пьеса қояды екен. Мына жерде бір акцент жасайтын нәрсе, осы әнді айтқанда екінші куплетінен кейін олардың өздерінің шығарған қайырмасы бар екен, пьеса болған соң. Соны айтып жүрейін. Сол жерде мен өзім осы әнді қай жерде айтып жүрген кезде анамның жаңағы екінші куплеттен айтқан пьесада қояды, екінші куплеттің қайырмасын айтқанда жұрттар таңғалады. Оны көптің бірі біле бермейді. Енді екінші куплеттен кейін мына жерде мынандай жаңа айтсам, қыз анау жігітке айтады ғой. Нанбаймын мен сіздің мұның қызға, тез сүйу тән нәрсе арыңызға, сүйіп ап алтымды білмей қой, деді де қыз кетті жайына. О-хо деп қыз жайына кетіп қалған. Училищені тәмамдағаннан кейін тұрмысқа шығып, 1960-1971 жылдар аралығында Гурьев облысы Балықшы ауданының Қазақ орта мектебінде музыка және биология пәндерінің мұғалімі болып жұмыс атқарады. 1971 жылы елге оралып, Амантоғай орта мектебінде мұғалімдік еңбек жолын жалғастырып, зейнетке шыққанға дейін биология пәнінің мұғалімі болып оқушыларға дәріс берді. Мектепте жүріп оқушыларға би, ән және қуыршақ театры кружоктарын ұйымдастырған. Тумысынан өнерге жақын Алтын Абылова ұстаздық пен өнерді қатар алып жүре білді. Ауданның өнерін биікке көтеруде көп еңбек сіңірді. Еңбегі де еленбей қалған жоқ. 1957 жылы Қазақстан жастарының тұңғыш фестиваліне қатысып, Шаттық жыры әнін орындап, тұңғыш фестиваль лауреаты атанып, екінші дәрежелі дипломмен наградталды. 1962 жылы Шымкент қаласында
Қазақстанның оңтүстік өлкө фестивалінде үнді халқының махаббат биін шебер билеп, бірінші дәрежелі дипломмен наградталды. Ал 1966 жылы Астрахань қаласында балықшылар кеңесінде Әзірбайжан, Ресей, Қазақстан делегаттар арасында үнді халқының махаббат биін билеп, тағы да бірінші дәрежелі дипломмен марапатталды. 1986 жылы еңбек ардагері медалімен наградталды. Сол секілді еңбек және өнер жолында көптеген төс белгілер, дипломдар, грамоталар және алғыс хаттармен марапатталған. Біз алтын екеуміз Иванов совхозында бір үйде өскенде, бір үйде өстік есебі. Біздің әке шешелеріміз көрші отырдық. Сонда екеуміз мектепке бірге бардық. Мектепте бір класты оқыдық. Сондай жақсы екеуміз де орта білімді алып шықтық сол мектептен 10-шы класты бітіріп. Мұғалімдеріміз, ағайларымыз да күшті болды. Алтын монды бітіргеннен кейін оқуға баратын болып, Жамбылға оқуға кетті. Содан биология пәнінен сабақ беретін болып, сол биологияның мамандығын бітіріп, Гурьевке кетіп, сол Гурьевте біраз жыл тұрып, сол жақта балалары болып, тұрмысқа шығып, жақсы бір жігітке Петрге, содан кейін елге қайта оралып келіп, Амантоғай районында о кезде совхоз, сол бір мектепте бәріміз бірге істедік. Алтын сол биология сабағынан сабақ берді. Өзі текті де тәрбиелі жерден шыққан. Апасы Алтынды маған жеңге, оған шеше бір жағы. Солай күшті қып тәрбиелеген. Алтын сондай білімді, парасатты, ақылды адам болды. Ол Құдайдың берген 7 баласын өсірді, жеткізді, ұлын ұяға, қызын қияға қондырды. Сондай елге елеулі, халқына қалаулы деп айтуыма болады. Мен Алтын апайдың оқушысы болам. Ол кісі бізді төмен класстан жоғарғы классқа шейін бізге сабақ беріп, биологиядан, ән сабағы, еңбек сабағынан беріп, бізді тәрбиелеген мұғалімдеріміздің бірі, ұстазымыздың. Біздің апай ән сабағында сондай бізді қатты қадағалап, нотаға түспей қалған дауыстар болса, сол адамды барып көтеріп қойып, сондай қатты бізді ән сабағында тәрбиелеген. Одан қалды еңбек сабағында да біз тек қана тамақ істеп, қол өнерімен айналысқан жоқпыз. Сол апайдың барлық берген бізге деген тәрбиесін алып, кәдімгідей үйімізге келіп та сол киім пішіп, жаңа киімдер тігіп, сол апайға еліктедік. Одан қалды біздің апай сол мектептің қасына өзінің жақсы көретін гүлдерін, тағы да жеміс жидектерді салып, сондай күтім көрсететұғын. Сондай ұстазымызды мінекей қарап отырсақ, осындай мерей тойына жеткеніне қатты қуаныштымын, құттықтаймын. Бүгінгі таңда анаммен бірге тұрып жатырмын. Жарым Гүлназ бар, кішкентай қызымыз Аиша бар. Осы 7 баладан, немерелерден, осы шөберелерден, осы бүгінгі күнге дейін енді анамның сол пластикасы, би жағынан бәрі дарыған. Бізде бала шағаны көбісі билейді, немерелерде биші. Әсел, Әйгерім болсын, марқұм Дариға апам қалай билейтін еді, Гүлжан де билейді. Бізде бәрі биші, былай айтқанда. Мен де кезінде сол сахнада Тансар диске дейді, жемейтін биін билеп, анам соны билетті, өзі бала кезінде билеп, балаларына, немерелеріне жанын ашып, біздің бәріміздің жақсы болғанын қалайды. Қай ана болса да соны іштен шыққан балаларына жамандық тілемейді ғой. Сол кейде анамның өтініштері болады.
жұмыста жүремін, бүйтіп жүремін, мысалы созылып кетеді, уақытымды орындай алмаймын, соған кейде анам өкпелейді, соған кешірім сұраймын енді. Бірақ қолдан келгенше тырысамын анамның көңілінен шығуға. Қазақта айтады, ата-ананың қақы нәпіл намаздан артық дейді. Ол сөз санамда. Жұмаққа жол ананың аяғында дейді. Осыларды білеміз. Жай білгенде емес, түсініп білем. Сол өмірде соны білу керек дұрыс. Уақытында қолданып. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды дейді. Сол өзімізде жас қандай үйге келгенде баламыз. Сыртта бедел қызмет жасаушы үйге келгенде анамыз есеп беріп кейде былай сұғып алады. Бірақ орнымен ешқашан да орынсыз айтпайды анамыз. Бұққанға бұқ, шалқайға шалқай деп анамыз былай болма Ахмет, былай болма, былай бол деп, орташа бол деп сөйтіп тәрбиеледі анамыз. Так, 5 мамыр 2020 жыл. Амантоғай, алтын абыл міне 80 жаста сиыр сауып жатыр анамыз. Анамыз сиыр сауып жатыр. Альхамдулилля деп. Аллаға шүкір. Біздің анамыз алтын абылға 80 жаста сиыр сауып жатыр деймін. Алтын апамыз Атырау облысы Жылой ауданының тумасы Петр Сейсенғалиұлы Балмашевпен шаңырақ құрып, екеуі 7 бала, 4 ұл 3 қызды дүниеге келіп, тәрбиелеп өсіреді. Солардан тараған 20 немере, 16 шөбере өсіп келеді. Балалардың барлығы өнерлі, әсіресе би және актерлік жағынан. Көптеген сахна төрлерінен көрінген қыздары Дариға, Гүлжан, ұлы Ахмет, немерелері Әсел, Дариғаның қызы, Әйгерім, Бекболаттың қызы, Айжан, Гүлжанның қызы, Ернұр және Гүлназ, Ахметтің ұлы мен қызы. Ернұр және Гүлназ немерелері әжесінің жолын қуған. Қазіргі таңда Гүлназ Шабыт атты ұлттық өнер университетінің театр, кино және телевидение факультетінің драма бөлімінің студенті. Яғни актерлік шеберге оқып жатыр. Ал Ернұр болса, осы Шабыт атты ұлттық өнер университетінің драма бөлімін 2023 жылы бітіріп, Астана қаласында Махамбетов атындағы театрдың артисі және актері. Таяуда ғана Қазақстан телеарнасында көрсетілген 112 атты 6 сериалдық телесериалдың актері. Дейтін алтын жеңгеміз енді. Бұл алтын жеңгеміз дейтін өзі алтынға адамның өзі қолы жетпейді, солай қолы жетпеген кісі. Бұны тек қана біздің ағамыз Петердің қолы жеткен бұл кісіге. Бұл кісі дейтін Торғай облысында Арқалық деген қалада күшті әнші, мәдениет қызметкері болған. Сол мәдениет қызметкері болып жүрген мезгілде ол кісі өлеңге қатысып, түрлі жарыстарға қатысып, бір газетке шыққан, газеттің не газет екенін чөт ұмытып қалып отырмын. Газетке Қазақстан әйелдеріне журналға шыққан. Бұл кісі журналға шыққан. Сонда біздің Петр ағамыз теңізде моряк болып служить етіп отқан ғой. Сонда жаңа Қазақстан әйелдерінен біздің алтын жеңгеміздің несіне оқығаны, тақырып мақаланы. Оқығаннан кейін бұл кісіге хабарласқан. Содан екеуі танысып, сол қол жетпейтін алтынды біздің Петр ағамыз алып ауылымызға мынандай әнші келін әкеліп, қазір енді әнші әже болып отыр. Содан біз жақсы білеміз жеңгемізді. Алла тек осы балдарының қызығын көрсін. Өте жақсы адам осы. Осы заманға дейін бізді туған қылып, туысқан қылып араластырып келген осы алтын жеңгеміздің арқасы. Альхамдулилля, Аллаға шүкір. Мен 8 бітіріп, осы 15 жасымда Атырауға бір техникумға түсуге барып, сонда папам осы Петр ағамның үйіне алып барғанда алтын жеңгемді бірінші рет көрдім. Жылы қарсы алып, үйінде 15 күндей жатып, экзамен тапсырып, оқуға түсіп кеттік, Ақтөбеге кеттік. Мен содан бір келгенімде жазда отпуск алған, соның 2 баламенен өзінің аяғы ауырып, үлкен көзі көрмейтін әжемізбенен ағамыз бәрі Арқалыққа Түркініне барып келуге жол сапар жүрейін деп жатыр екен.
соның үстіне түстім мен. Сосын аэропортқа шығарып салдық. Қай жерде екенін ұмытып қалып отырмын. Сол әлі көз алдымда, сол апам көзі көрмейтін әжем жетектеп алтын апам. Ағам Дариға менен Жанболат жетектеп, көз алдымда жаңағы күн ыссы тұнал самолетке жақындағанда бұлдырап, сағындарып, солардың кетіп бара жатқан әлі күнге дейін менің көз алдымда. Мектепте оқып жүргенде анам мұғалім ғой, сол биология пәнінен бізге сабақ беретін, еңбек сабағынан, бізді еңбек сабағынан да берді. Өзі анам өзі жан жақты, өнерлі, іс тігеді, тоқиды, соның бәрін үйрететін, және де би билеп, өнері әнді айтады. Мектептің әртүрлі іс-шараларына қатысып, белсенді қатысып, өнерлерін көрсететін. Енді мен үшін өте мақтаныш, анам сондай өнерлі, жан жақты болғаны. Алтын апамыздың ұстаздық пен өнерді қатар алып, аудан мәдениетін өркендетуге қосқан үлесі өлшеусіз. Сырлы аяқтың сыры кетсе де, сыны кетпеген апамыз әлі де көрікті. 80 асса да жиын тойларда би билеп, өлең айтып, отырыстың көркін қыздырады. Балаларының қызығын көріп, немере шөберелерінің қуанышына бөленіп, тамырын кеңге жайған ардақты ана, аяулы әже. Алтын Абылованың өнегелі өмірі қазіргі жастарға үлгі өнеге екені даусыз. Ай, мам. Жастық шағында сияқты соғыс келіп жатыр. Міне бүгінгі Аллаға шүкір 85-ке келіп, анамыз 86-ға аяқ басып жатыр. Алланың қалауымен осындай шығармашылық бір мерейтойын жасап жатырмыз, туған туысқандарды жинап. Менің осы шақта айтатыным, қазақта айтады ғой, домбыра ағашынан нағашы, ер азамат нағашынан деп. Сол Амантоғайда нағашы жұртымда той өскен соң мен өте ризамын, жақсы көремін. Нағашы жұртыма мұнда бір рахмет айтамын, шексіз ризамын. Сыйлайды, құрметтейді. Анама рахмет айтатым, сол әжелерімізді бағып, бүгінгі шақта сол Атырау, Маңғыстау жақтағы, Құлсары жақтағы өзіміздің туысқандармен араласып жатырмыз. Соның бәріне жағдай жасап жатқан анам. Биылғы жылы сол жақта бір ініміз, Мәди баламыз үйленіп, тойға да барып қайттық бәріміз, және отбасымызбен. Анамды бәрі құрметтейді. Менің үлкен апаларым, жиен апаларымыз бар, үлкен адай, сол жары жетмектегі апа ағаларым бар, жеңгей деп біреуге келін болады, көбінесе жеңгей, сол тәте деп бәрі жақсы көреді, сүйеді, құрметтейді. Соның барлығы құрмет сыйлықтың, сол анамның айтқан сөзін бәрін растайды, өйткені ол сол жаққа қалай келін болғанын, сол өз жұртымыз алыстау болса да бүгінгі күні араласып, мынау қазіргі заманауиға самолет бар, Аллаға шүкір, пойыз бар. Сағаттық жүрістер араласып, той домалақта кездесіп жүрміз. Нағашы жұртыма да, анама, бауырларыма, ағаларыма, қарындастарыма да, балаларыма да, достарым, Алла берген, жолдастарым бар жақсы. Әріптестеріме бәріне де рахмет айтқым келеді, ризамын. Той жақсы өтсін, керемет өтсін. Аналарымыз аман болып, үлкендеріміз, қарттарымыз ортамызда жүре берсін. Алла тағала оларға екі дүниенің жақсылығын беріп, ұзақ баянда да бақытты ғұмыр кешсін. Баршаңызға да рахмет. Аймақты күңірен төвіліндеді